жасағанын білесің бе? Балам, сенің асқазаның ауырды. Бұдан былай саған чипси, кола сияқты заттар, заттарды жеуге болмайды. Оның орнына сүттен жасалатын қатық, әртүрлі айран өнімдерін қолдану керек саған. Біле ме балам? Анасынан қайдан аламыз? Дүкенінде? Жоқ балам. Дүкенде табиғи өнімдер сатпайды ғой. Қатықта сиырдың сүті, жаңа піскен сүтінен аламыз. Ертең балам, әжеңнің ауылына қонаққа барамыз. Сол кезде қатықтың қалай әзірленетінін екеуміз бірге зерттеп, міндетті түрде үйреніп алам. Жарай ма балам? Балам, қатықты сиырдың жаңа піскен сүтінен жасайды. Сүт бөлме температурасында мұздау керек екен. Сүт ыссы екен, кішкене суы тұрсын. Содан соң балам, қатықты жасау үшін сүтті алдымен бірнеше әдіс тәсілдермен ұйытып аламыз. Ой балам, сүтіміз суыған сияқты, қатықты енді ұйытуға болады екен. Қатықты қалай жасаймыз? Балам, қатықты жасау үшін біз алдымен ұйытып алуымыз қажет. Ұйытудың әртүрлі әдістері бар екен. Оның бір әдісі өзінің ұйытқысымен ұйытуға болады. Нанның ұсақтарымен ұйытуға болады екен. Біздер қатықты қаймақпен ұйытуға болады екен. Мінекей жылы сүтімізге қаймақ қосамыз енді. Әжеммен өзім істеп көрейінші? Әрине, өзің жасап көр. Екі қасық қаймағын сал. Араластырасың сосын. Жарайсың. Оны да бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Жылы жерге қойып қояйық қатығымызды. Анасым, қатық дайын болған сияқты. Қане балам, көрейік. Ой, қатығымыз дайын сияқты. Қанеке көрейікші, дайын болды ма екен? Бұны пышақпенен кесіп көрсек болады. Мінекі қою қатығымыз дайын екен. Енді бұны араластырып ішетін боламыз қазір. Ой, мінеке қатығымызды араластырдық. Қарашы, қандай қою қатық шықты. Дәмін көресің бе балам? Мінеке дәмін көрейік. Көрші. Дәмді ме екен? Ұнады ма саған? Осылай қолдың айранын, қатығын ішіп тұратын боласың. Балам, қатық сүт өнімдері өте көп дәрумендерге бай. Сүт өнімдері адамның сүйектерін қатайтады. Енді балам, сенің асқазаның ауырмайтын болды. Әженің ауылына келіп, күнде қатық сүт, айран ішіп тұрыңдар. Анасым, сүттен жасалған тағамдарды ішетін боламын. Жарайсың, ақылыңнан айналдым, ауырма. Кел балам, дастарханға отыра қой. Балам, әжеңнің ауылына барған саған ұнады ма? Ұнады. Жарайсың. Балам, саған әжең көптеген сүт өнімдерін беріп жіберді. Енді саған үнемі сүт тағамдарын ішуің қажет. Сонда сенің асқазаның ауырмайтын болады. Қараш балам, әжең саған не беріп жіберген? Ол қаймақ, брынза, ірімшік. Балам, мына тағамдардың барлығы 4 түлік малдың өнімдері. Бұлар өте табиғи дәрумендерге бай. Мен әжемнің алдында қатық жасау үйрендім. Жарайсың балам.